Салем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте керемет испанский чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Ең алдымен творожный сырымызға құмшекерімізді салып 2-3 минуттай миксерлеп аламыз. Бізде осындай біркелкі масса шығуы қажет. Оның үстінен жұмыртқаларымызды бір-бірден бөліп салып миксерлейміз. Біздегі барлық заттар салқын болуы қажет, міндетті түрде. Енді осылай жан-жағын лопаткамен жинап, үстінен сливкимізді құямыз. Сливкиміз міндетті түрде 33-35% болуы қажет. Отыз секундтай миксерлеп аламыз. Енді оның үстінен кукурузный крахмалымызды салып, 30 секунд миксерлеп аламыз. 30 секундтан соң осылай лопаткамен араластырып шығамыз. Осындай масса болуы қажет. Кукурузный крахмал бізге қоюлық қасиет береді. Менде диаметрі 20 см. Осылай пергамент қағазын төсесеңіздер болады. Немесе формамыздың астына фольга қағазын қойып, жан-жағына осылай пергамент қағазын қоямыз. Пергамент қағазымыз формамыздан шығып тұруы қажет. Біздің чизкейгіміз піскен кезде көтеріліп пісіп шығады. Дайын болған массамызды құйып, осылай қолымызбенен сілкіп біркелкі етіп аламыз. Алдын ала міндетті түрде қызып тұрған пешімізге 200 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Бізде 35 минут өтті. Қараңыздар, осындай өте биік болып көтеріліп піседі. Бөлме температурасында 1 сағатқа суытып қоямыз. Осылай биік болып тұрғаннан төменге қарай түседі. Менің чизкейгім көтерілмей қалды деп уайымдамаңыздар. Чизкейктің өзі осылай биік болып пісіп, төменге қарай басылады. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Қараңыздаршы достар, өте керемет, жұп-жұмсақ болып, ауызда еритін чизкейгіміз дайын. Осылай шоколадты үстінен құйып, жесеңіздер өте керемет. Дәмі аузыңыздан кетпейтін чизкейк. Достар, менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.